Сәлем достар, ең алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Бүгін сіздермен өте жеңіл жасалатын капуста мен салат жасайтын боламыз. Бізге керегі капуста, қияр, қызанақ, пияз және күштен өткізілген сәбіз. Ең алдымен капустамызды осылай өте жіңішке етіп, жұқа етіп турап аламыз. Ірі етіп турасаңыздар, онша шықпай қалады, сондықтан майда жұқа етіп тураған жақсы болады. Барлығын дәл осылай жіңішке етіп турап аламыз. Капустаның барлығын турап болғаннан соң осындай ыдысымызға саламыз және үстінен тұз саламыз. Тұзды салып, жақсылап араластырып, согын шығаратын боламыз. Сонда осылай өлтіріп алуға да болады, уксус құймай-ақ осылай жасасаңыздар да өте дәмді болады. Барлығын араластырып болдық. Енді қиярымыз тураймыз. Қиярымызды да осылай ұзынша етіп, сосын тағы да соломка етіп турайтын боламыз. Барлық қиярды дәл осылай турап шығыңыздар. Қиярдың барлығын турап болып, енді ыдысымызға салып қоямыз. Енді қызанақ турайтын боламыз. Қызанақты да дәл солай ұзынша етіп, соломка етіп тураймыз. Қызанақты да турап болып, ыдысымызға саламыз. Енді қызып тұрған табамызға май құямыз. Үстінен пиязды салып, жақсылап сарғайғанша қуырып аламыз. Біздің пиязымыз қуырылды. Енді осы ыдысымыздың үстіне осы пиязды құйып салатын боламыз. Барлығын жақсылап салып араластырамыз. Дәміне қарай тұз саламыз және дәмдеуіш салатын боламыз. Дәмдеуіш сәбізге арналған, сәбіз салатқа арналған дәмдеуіш. Сіздер де солай қоссаңыздар болады. Енді жақсылап араластырамыз. Біздің салатымыз дайын болды. Енді тарелкемізге салып, үстелге қойып ұсына берсек болады. Міне біздің салатымыз осындай керемет болып шығады. Дәмі де өте жақсы, әрі жасалу жолы өте оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сонымен қатар менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.